Түркия бурслары программасы арқылы оқуға түскіңіз келсе, астындағы сілтемеге басып кіріп көрсеңіз болады. Соның астындағы комментарияларға көп дегенді сұрақтар қойып кетті, соны оқиық. Сәлеметсіздер ме? Мен биыл 11-ді бітіремін. Сол Түркия бурсылары 2020-ның регистрациясы қашан болады және енді керек па дейді Абдраимов. Енді негізі, енді бағанаға айтқандай керек па керек емес па деген сұрақ жоқ. Бар болса барлығын тіркей бергендеріңіз дұрыс. Осы қаңтар айының ентісі кеше, бүгін және ертең өтетін болады. Соны тапсырып, сосын оның жауабы мен ойлаймын ақпанның 20-шы күніне дейін, жұлдызына дейін шығады деп, соны тіркейсіздер. Тағы бір сұрақ, қандай специальностьтар бар? Анкарадан басқа да Түркия қалаларына оқуға баруға бола ма? Ағылшын тілінен сертификат керек деген. Ағылшын тілінен сертификат негізі жеке өздеріңіздің жетістіктеріңізді тіркей бергендеріңіз дұрыс. Ол сіздердің тек қана шанстарыңызды көбейтеді. Одан кейін жаңағы сұрақ, Анкарадан басқа негізі 15 қаладан 40 университет бар. 15 қаланың ішінде сол Стамбул, Анкара, Анталия, Ескишехир, Самсун, Трабзон. Давай будем все это перечислять. Сакария. Негізі 15 қала, 15 қала бар. Специальностьтар, мамандықтар негізінде барлық мамандықтар бар деп айта аламын. Жай ғана оның статистикалары әртүрлі болуы мүмкін. Бағана айтып кеттік оның барлығын. Келесі сұрақ дайынсыз ба? Осы екі қызбен қалай байланыссақ болады? Админ дейді. Бір қызымыз келмей қалды. Мына қызбен байланысымыз бір болады. Білім алып келіп, қазақ елімізді көтеруді жазсын, Аллах дейді. Бір айтып кететінім, сіздер осы собеседованияға, яғни сұхбаттасуға барған кезде сіздерге обязательно мынандай сұрақ қояды. Егер де сенде оқып болғаннан кейін саған жұмыс ұсынса, сен қалар ма едің жұмыс істеуге? Түркияда өмір сүрер ме едің деген сұрақ қойған кезде сіздерге сол жерде жоқ деп айтасыздар. Давай, 1, 2, 3, 1 дейсіз. Жоқ деп айтасыздар, өйткені олар осылай тексереді. Бұл программа негізінен түрік мемлекетінің мәдениетін басқа мемлекеттерге тарату болып саналады. Сол үшін сіз мынандай жауап қайтарасыз. Мен оқуымды оқып болғаннан кейін қайтадан өз еліме келіп, өз елімде осы оқып келген Түркиядан алып келген білімімді өз еліме таратамын, өз елімде дамытамын деп жауап бересіз. Сонда сіз осы екі мемлекеттің бірлестігін дәлелдеп тұрсыз да, және бұл сіздің шансыңызды кәдімгідей жоғарылатады. Бірақ ешқашан менің туысқандарым бар Түркияда, мен осы жақта қаламын, өмір сүремін деген заттарды барынша айтпай қойған дұрыс, оны сыр қылып ұстаған дұрыс. Қай қаладан аттандыңыздар? Алматыдан болса қай жерден дейді? Негізінен Қазақстаннан Түркияға келу Алматыдан. Мысалға мен өзім Шымкент қаласында тұрсам, мен Алматыға барам. Через Алматы, сол Стамбулға, Түркияға келесіз. Бар, просто олар тек қана Алматыдан. Түркия бурсаларының бір ерекшелігі тек қана Алматы және Астана қалаларынан ұшақ билетін алып береді. Сол қалалардан ұша аласыздар. Жақын облысқа байланысты. Келесі сұрағымыз, ағылшынша міндетті ма дейді? Түркия бурсалары программасында ешқандай тіл сіздерден сұрамайды, міндетті емес. Ал егер де білемін десеңіз, бір жеке бір жетістігіңіз болса, сертификатыңыз болса, ол үлкен шанс, үлкен плюс. Айдана әпкенің Инстаграм немесе ВК парақшасын айтасыз ба? Мен Түркия туралы ақпарат алғым келіп еді, мен де Шымкенттенмін дейді. Акош Екош айтып отыр. Акош Екошқа сәлем жолдайық, давай, Түркиядан. Сәлем. Оның барлығы астында жазылған болады, астынан көрсеңіздер болады. Мен барсам күтіп аласыздар ма дейді Нұргүл Тынғышбаев. Әрине келіңіздер, егер де Анкараға келіп жатсаңыздар, бізбен байланыссаңыздар, бізден бір шай, сіздерді күтіп аламыз, әрине. Бір шай? Причем десең? Шайтегім беретін жерге барып отыр дейді. Жалпы, бірақ ЕТБ-мен түсетін болсаңыздар, сіздерді міндетті түрде өздері күтіп алады. Аэропорттан күтіп алып, осында оқитын студенттер жатақханаңызға дейін шығарып салады. Міндетті түрде трансфер болады. Түрік тілін білген плюс па дейді? Әрине, түрік тілін білген үлкен плюс. Сосын бағана айтып кетейін. Келіп жатсаңыздар, шынымен де хабарлассаңыздар, сіздермен енді өзіміздің жерлесіміз келіп отыр деп, бір жаққа барып қыдырсақ болады. Собеседование қазақ тілінде өтті ма дейді?
собеседование 4 тілде өтеді. Ол жерде кірген кезде сіздің алдыңызда 2 комиссия, бір психолог және бір перевод жасайтын адам отырады. Сіз қазақ тілінде, орыс тілінде, түрік тілінде және ағылшын тілінде өткізсеңіз болады. Мен түрік тілінде өттім. Қазақ тілінде өткен, орыс тілінде өткен достарымыз да бар, бірақ көбінесе түскен достарымыз сол ағылшын тілінде немесе түрік тілінде тапсырған. Сол үшін сіздерге беретін кеңесім қазірден бастап немесе ағылшын тілі болмаса түрік тілінде жақсылап дайындалып, сонымен тапсырсаңыздар болады. Енді тек қана бірінші тур қазір өтіп жатыр. Екінші турға көбінесе кеңес айтқан дұрыс деп ойлаймын, осы интервью жайлы. Бір қызығы бакалавриаттарда интервьюдің алдында математика, яғни логикадан бір 15-20 сұрақтық экзамен болды. Ал магистрант, докторанттарда ондай экзамен болмады. Бізде ондай болған жоқ.